жатқан ассамблеяның талай шараларына мен де қатысқанмын. Қазір шын айтқанда міне былтыр ғана бір қатысқан дүниемді айтып өтсем, жүрегімді ауыртқан. Маған салт дәстүрді көрсетіп беріңізші деп хабарласты. Үйдегі киіз үйдің бұйымдарын беріп жердім де, дәл сол күні барам, қыз баланың құлағын тесетін сырға тойды көрсетіп берейін дедім. Өзім енді бәрін ұйымдастырып, сценарийін жазып, сол күні 22-сі күні келетін болдым. 22-сі күні келіп хабарластым, былай қарасам, киіз үйлер құрылып тұр. 12 қанат киіз үй, тағы бір әдем, біреуіне кірсем өзбектікі, біреуіне кірсем тағы бір ұлттікі. Сосын хабарласам қыздарға телефонмен, біздің қазақ үй қайда дедім. Сөйтіп 4-ші тұрған киіз үй ғой апай деді. Енді 4-ші тұрған үйге қарасам, қараша үй кәдімгі. Қазақтың кедейінің үйі, оның ішінде жалғыз жұпыны, жалғыз қазақтың ғана емес, ішінде бір жағына татарды қойған, бір жағына қарақалпақ, бір бұрышқа қазақты тығып қойған. Сол кезде маған айтады, ана дәстүрді көрсеттіңіз. Ол кезде мен айтады, ана дипломаттар, елшіліктің адамдары келді, мына жерде қалай тұрамыз? Сол кезде қаным қайнап, шын айтқанда кетіп қалғым келді. Бірақ ол жерде мен кетіп қалсам, қазағымның дәстүрлі көрсетілмей қалады. Жаңағыны көрсеттік Сарғайтой, керемет екен, тамаша екен деп жаңағы келген қонақтар айтып жатты, тәрбиелік мәні бар екен деп. Бірақ тез протоколға сай емес, жылдам өткізіңіз деген дүние, мен айтам, қазағым дәстүрін мен жылдам өткізе алмаймын деп. Бірақ одан кейін енді мен еш уақытта ол жерге апарып ешқандай дәстүр көрсетпей, мені шақырмаңыздар деп кеттім. Соны ұйымдастырып отырған кім? Өзге ұлт өкілдері емес қой, өзіміздің қазақтарымыз. Сонда өзіміздің қазақтарымыз, өзіміздің құндылығымызға осылай менсінбей, бір құрметсіздік танытып қарайтын болса, онда біздің құндылығымыз қашан төрге шығады?